Сәлем достар, сіздермен бірге Зенодел және менің 8-ші видео блогыма қош келдіңіздер. Және достар, мен алдыңғы видеода көргендеріңіздей дәл осы детальды жасаған болатынбыз. Стол және орындық. Осы детальдардан кейін біз жасау керек болатын радио және телевизор сияқты электроникалық заттар жасаймыз бүгінгі видеода. Енді достар, мен жаңадан бет ашамын. Ол үшін бізде сол жаққа қарайтын болсақ файл деген батырманы басамын және мұнда new батырмасы тұрады және generals батырмасын басамын. Сонда менен сұрайды save changes before closing дейді. Бізде ешқандай нәрсені баспаймыз, save басамыз, бізде тек don't save басамыз. Міне, бізде жаңа бет ашылды. Енді біз өзімізге керекті детальды жасаймыз. Бізге достар бірінші жоспарлау керек. Бізде бірінші не жасау керек? Бірінші бізде радио деталын жасау керек, объектісін жасау керек. То есть кешірім сұраймын. Не үшін радио объектісін жасау керек? Потому что бізде радио ең кіші объекті. Ал мен достар, біз әдеттегідей оң жаққа қарайтын болсақ, transform бетіне қараймыз. Және transform бетінде scale бағытына біз қазір y мына жақта жасыл сызықты көріп тұрмыз ғой, осы жасыл сызықтағы бағытына қарай созатын боламыз пішіндерін. Бізде мұнда қарайтын болсақ, ортасында y 1 деп тұр, біз бұны 2 деп аламыз. Сонда бізде пішініміз y бағытына қарай 2 метрикс жылжиды. Енді біз x бағытына қарай кішігірім тарту керек болады. Мұнда scale тұр. Біз 0-де 7 деп қоямыз. Сонда бізде сәл кішігірім тартылады. Енді достар, біз бұл фигураның радио пішініне келтіру керек болу керек. Тап батырмасын басамыз. Әдеттегідей бізде өзінің пішіндерін өзгерту керек болады. Кескіндемелердің нүктемелеріне енді қарайтын болсақ, бізде face керек болады. Яғни бет, біздегі кубик бетінде мұндағы беті x минус x бетінде керек болады. Минус x бетін біз осылай белгілеп аламыз. Ай батырмасымен бір бассақ, бізде осындай граница пайда болады. Бізде осындай граница пайда болды. Енді біз e батырмасын басып x бағытына қарай осылай сәл жылжытсақ, біздегі белгіленген беті кішігірім ішке кіретін болады. Енді достар, біз мұндағы ортасына сызықты белгілеп тұрып, біз Ctrl-R батырмасын басамыз. Міне, дәл осылай. Не үшін бұлай жасадық? Өйткені біздегі радионың дәл осындай екі бетінде, білесіздер, тор тәрізді, дыбыстаманың алдында тұратын тор тәрізді қорғаушы тұрады, осылай белгілеп алдық, және біз шеңбер жасап алдық ай батырмасы арқылы. Енді мен e батырмасы арқылы бір басамын және x бағытына қарай сәл шығарамын. Міне, дәл осылай. Көріп тұрғандарыңызды бізде шықты. Енді біз мұндағы бұрыштарын сәл ішке қарай тарту керек болады. Ол үшін біздегі мұндағы бір нүктені, жоғарыда қарайтын болсақ, бір нүктені басамын. Бір нүкте median point деп аталады. Median point дегеніміз бұл тек мұндағы нүктенің бағытына қарай екі жақтама қысып береді. Бізге өзінің бағытында әр белгіленген беті, мысалы, өзінің бағытына қарай пішіндері өзгеру керек. Ол үшін бізде individual origins деген болады, соны басамыз. Біз бастық таңдадық. Сонда біз ішке қарай тартатын болсақ, біздегі таңдалған беттер өзінің шекарасының ішінде ғана өзгеріп отыратын болады. Міне, біз өзіміз таңдаған шекарамыздың өз нүктесінде, әрқайсысы өз нүктесінде өзгеріп отырды. Енді мен бұларды бөлем. Біз мишканы оң жағын бассақ, subdivide деп тұрады. Subdivide бір басамын. Міне, бізде уже сегментке бөліп тастады. Астына қарайтын болсақ, сол жақта subdivide деп тұрады. Біз numbers of cuts деп тұр. Сонда біз мұндағы көбейтеміз сандарды. Біздегі сандар примерно максимальный 10-ға дейін барады екен. Міне, максимальный 10-ға дейін барды. Енді біз қайтадан ай батырмасын 2 рет бассақ, кешірім сұраймын, 1 рет бассақ, бізде дәл осындай болады. Дәл осындай беттер белгіленетін болады. Кішігірім e батырмасы арқылы ішке кіргіземіз. x бағытына қарай. Енді біз мишканың оң жағын басамыз. Сол кезде бізде poke face деп тұрады. Осы poke face басамыз. Міне, біздегі тағы да границаның ішіндегі, әр кішігірім границаның ішіндегі x сегментінде бөліп шықты. Енді біз ай батырмасын бір басамыз. Қайтадан ай батырмасын бір басамыз да, мишканың оң жағын басып, астындағы delete face басақ, міне, бізде радионың беттері пайда болды. Міне, тор тәрізді. Енді біз радионың мұндағы қосқыш батырмаларын жасау керек болады, және мұндағы құлағын жасау керек болады. Енді біз тап батырмасы арқылы орындаймыз оны. Мұндағы құралдар көріп тұрсыздар, осы құралдар пайдаланатын боламыз. Мұндағы сызыққа стрелканы дәлеп тұрамыз, прицелді. Ctrl-R батырмасын бір басамыз.
Ал енді мишканың ортасын бір бұрасақ, дәл осылай екі сегментке болжайтын болады. Біз мишканың сол жағын басып таңдаймыз, және мен төбесіндегі нүктені өзгерту керек болады. Бұрынғы median point бір нүктеге қосатын боламын. Енді біз сызықты бір-біріне қосу арқылы жасай алатын боламыз. Міне, мұндағы бетті бір белгілейміз, мұндағы бетті бір кесіп белгілейміз. Міне, дәл осылай. Мұнда қосатын нүктемелерін жасау керек маған. Мұнда қарайтын болсақ, Ctrl-R батырмасын бірнеше рет бөліп аламыз. Енді біз жоғарыдағы бетті белгілейміз, фейсті, мұнда және мұнда осы беттер белгілеп, мишканың I батырмасын бір басамыз, және мұндағы X бағытына қарай бір жылжытамыз кішігірім. Енді E батырмасын басып, G, Z батырмасы арқылы көтереміз. Міне, бізде радионың батырмалары шықты. Енді біз мұндағы нүктені қайтадан екі нүкте қоятын боламыз individual ordinance-қа. Сонда біз қай бағытқа қыссақ та, әр батырма өзінің бағытына қарай, өзінің нүктемесінің ортасына қарай жылжитын болады. Міне, біздегі батырма дайын. Енді біз құлағын жасаймыз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз Ctrl-R батырмасын басып, мұндағы екі сызықты сегментті бөліп аламыз, және мұндағы нүктені өзгертеміз, median point-қа қоямыз. Міне, бұлай, және мұндағы бір сызықты дәл осылай кескіндейміз. Мұндағы фейс бетін белгілейміз, және мұндағы бір нүктемен белгілейміз. E батырмасын басамыз, G және Z бағытын бассақ, бізде радионың құлақшасы осылай бір жағы шығатын болады. Енді біз мұндағы бетті мына бетке қарай бірдей қылуымыз керек, бір келкі қылуымыз керек. Біз егер G, Z батырмасы арқылы, кешірім сұраймын, мұндағы мен E батырмасын басып, G, Z батырмасы арқылы тартатын болсам, мына мен бірдей болған не болмаған мен біле алмаймын. Сол үшін біз не істейміз? Мұндағы көріп тұрғанымыз snap деп аталады. Snap дегеніміз бұл бізде бағыттаушы, реттеуші, өзінің өлшемдерін реттеп қояды. Бізде қазір snap to деп тұр. Snap to бұл біздегі бағыт, қай бағытта қойсақ болады? Vertex, edge, face деп тұр. Vertex бұл нүктемелер қойылады. Edge деген бұл сызықтармен бірдей қойылады. Face деген бұл беттермен бірдей қойылатын. Бізге қазір edge керек. Edge-ге қоямыз, және мұндағы басамыз, магниттің суретін бассақ, енді G, Z батырмасын басып, мұнда қарайтын болсақ, біз мұндағы бетті екінші бетке түзу бірде бір қылып әкелдік өлшемін. Міне, біздегі радионың құлағы шықты. Енді біз магнитті өшіріп тастаймыз, бізге қажеті жоқ қазір. Енді біз Ctrl-R батырмасын басып, мұндағы құлақтың примерно осы жерге белгілеп қоямыз, және face бетін белгілеп, мұндағы бетін белгілеп, E батырмасын басып, G, Y бағытына қарай бір басамыз. Міне, дәл осылай құлағын жасап аламыз. Міне достар, енді біз радионы мұнда төрт бұрыштық болып қалған сияқты, біз енді радионы кішігірім текстеу, склуп дейін аталады, текстеу керек болатын. Біз ол үшін модификатор қолданатын боламыз. Біз жерде настройканың суретін бассақ, бізде add modifier тұрады. Add modifier басамыз, және generate деп тұр. Бізде мұнда қарайтын болсақ, subdivision surface керек болады. Бұл жерде subdivision surface дегеніміз бұл радионың бұрыштарын қырлы қылып шығарады, бірақ қырлы болғанда сәл текстеу шығарады. Біз мұнда levels viewport деп тұр. Мұндағы өзінің текстеуші, бағыттаушы батырмалары, және біз тап батырмасын басамыз. Қарайтын болсақ, біздегі пішін ішке қарай кіріп кеткен, ал нағыз пішіннің сызықтары мұнда тұр. Нағыз сызықтың пішіндеріне қарай созу үшін біз мұндағы прицелді осыған дәлдейміз. Ctrl-R батырмасын басамыз. Ctrl-R батырмасын басқан кезде біз осылай сыртқа қарай тартамыз. Міне осылай реттеп аламыз. Мына жақтан Ctrl-R батырмасын басып, мына жаққа тартамыз. Жоғарыда құлағын дәл осы жеріне кесіп, былай тартамыз. Астынан кесіп, тартып, жоғары дәл осы тартып аламыз. Мұнда жақтағы прицеліне қарай дәлдейміз, және мұндағы прицеліне қарай жылжытамыз. Мұнда бір, және мұнда екінші. Енді біз астына қарай бір келкі түсіреміз. Мұндағы астына қарай бір келкі түсіреміз. Бізде радионың құлағы дайын. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бізде мына ішкі жақтарының ғана кескіндемелерін дұрыстап белгілеп алу керек. Осылай белгілеп аламыз бір рет кескіндеме арқылы. Мұндағы бетіне бір тартамыз. Мұндағы бетіне бір кесіп былай тартамыз. Бізде уже колонка дайын. Енді біз мына жақтағы бұрыштарын сәл кішігірім тартып шығуымыз керек. Мұнда астына осылай дәл үстіп, және дәл үстіп қоямыз. Міне достар, біз радиомызды жасап болдық.
Биздегі примерно радио дәл осылай болады. Енді біз мишканың оң жағын басып Shade Smooth басамыз, сонда биздегі радиомыз текст шығатын болады. Міне, мына жерде радио деп жазамыз. Міне, біз радионы жасап болдық. Енді достар, бізге телевизор жасау керек болады. Телевизор жасаймыз. Ол үшін біз Shift A батырмасын басамыз және мұнда қарайтын болсақ, Mesh бағытына қаратсақ, Cube объектісін аламыз. Cube объектісін пішінін өзгертетін боламыз. Transform бетіне өтеміз, Transform бетіне өткеннен кейін біз қай бағытқа қарай кішірейтуіміз керек? X бағытына. Примерно X бағытына қарай кішірейтеміз. X бағытында 0,0,8. Сонда біз бір жарым метрикстен асып кеттік. Кішірейтіп жібердік кішілешкін. Енді біз екі жақтағы мынандай Y жағын үлкейту керек болады. Y жағы бізде примерно 4 деп аламыз. 4 деп, міне алдық 4 деп. Енді біз жоғарыдағы Z бағытына қарай 2 деп аламыз. Міне біз 2 деп алдық. Енді біз тап батырмасын басып телевизордың пішінін жасайтын боламыз. Біз дәл әдеттегідей мына бетін белгілеп аламыз, Енді мен ай батырмасын бір басам, потому что шекарасыз болу үшін, границасыз болу үшін. Білесіздер, телевизордың границасы болады, экранның сыртын қорғап тұратын. E батырмасын бір бастым және G X батырмасын басып ішке қарай сәл тарттым, жылжыттым. Енді мұнда қарайтын болсақ, екі сызық белгілеймін, екі сегмент, енді ортасын бір белгілеп G X бағытына қарай сәл жылжытсам осылай шығады бізде. Енді мен телевизордың астында тұратын аяғын жасайтын боламын. Телевизордың аяғын міне осылай кесіп аламыз. Енді біздегі мынандай аяқтарын, сызықтарын ғана белгілеп аламыз дәл өстіп. Мұндағы және мұндағы сызықтарын белгілеп алдық. Shift D батырмасын басамыз және G Z бағытына қарасақ, бізде дәл осындай екі сызық пайда болады. Біз P батырмасын басып Selection дегенді басамыз. Сонда біз мұндағы телевизордың астындағы бетті белгілеп алдық. Shift D арқылы біз создавать еттік. Edit модтың ішінде Edit модтан кейін біз осылай жеке апардық және P батырмасы арқылы Selectionді бастық. Selection бұл уже мұндағы шыққан объектінің қалдығынан екінші объекті шығару. Мұнда қарайтын болсақ, мендегі сары жанып тұрған бұл телевизор. Мынау бірінші біз алған кубок объектісі. Мұндағы екінші кубок 0,1 деп тұрған бұл мынаның алынған қандай да бір бөлшегі. Сонда мына бөлшегі, мына біз бірінші алған кубоктан жеке дара болып шығып тұр. Енді біз тап батырмасын басып шығып кетеміз. Біз өзіміз жеке дара қылып алған объектін белгілеп, тап батырмасын басамыз. Және біз ай батырмасын, мұндағы екі объектін белгілеп, ай батырмасын дәл осылай басамыз. Ішке қарай кішігірім мұндағы тартып аламыз дәл осылай. Енді біз мұндағыларын өшіріп тастаймыз. Өйткенімізге керек емес, өйткенімізге тек қана шекара керек. Дәл осындай шекараларын белгілеп аламыз. E батырмасын басып, G Z бағытын бассақ, бізде дәл осылай көтеріледі. Достар, көргендеріңіздей. Енді біз G Z бағытын басып, телевизордың дәл астына қойып, осылай белгілеп қоямыз. Міне, біздегі телевизордың аяғы дайын. Міне достар, телевизорды енді біз текст дейміз, ғана Shade Smooth басамыз. Көргендеріңізде бізде телевизор онша әдемі емес болып қалды. Өйткені бізде мұндағы кескіндемені сегменттерге сәл бөлу керек. Сегменттерге қалай бөлеміз? Мысалы, мен Shade Smooth баспай жатып, мен тап батырмасын басам және А батырмасын бассам, бізде барлығын белгілеп алады автоматически. Енді мишканың оң жағын басып, Subdivide деп сегменттерге бөліп тастаймын. Енді мен Shade Smooth десем, телевизорге жарасады, потому что біз сегменттерге бөліп алдық. Енді мен бұл телевизордың атын ТВ деп ауыстырамын. TV бұл телевизор негізгі, Енді мен мына ТВ мен кубок 01 дегенді біз екеуін пара етіп қоямыз. Міне, белгіледім, екеуін бірдей. Ctrl-G басатын болсам, бұл екі объекті бір объектіге айналып кетеді. Сонда біздегі TV объектісі басындағыдай объекті болып шыға келді. Біздегі телевизор және радиомыз дайын болды. Достар, көргендеріңіздей біздегі радио дайын және телевизор дайын. Бүгін біз осы екі деталды жасауымыз керек болатын. Біздегі 8-ші видеоблог дәл осы детал жасау керек болатын. Келесі видеода достар, сіздермен ас бөлмесінде тұратын заттарды жасайтын боламыз. Қалай жасалады, сол жайында толыққанды көрсетіп өтетін боламын. Егер видео ұнаса, лайк басып, қолдау білдіріп кетейік достар. Келесі видеода кездескенше.